Талдықорған қаласы Ебек ауылындағы мектепке дейінгі шағын орталығы бар номер 22 орта мектеп тарих пәні мұғалімі Санбаева Айжан Саятқызы. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақтардың дәстүрлі дүние танымы. Оқу мақсаты қазақ халқының дәстүрлі дүние танымын анықтау үшін әдет, ғұрып, рәсім, салт, дәстүр, діл, менталитет ұғымдарын пайдалану. Зерттеу сұрағымыз: қазақ халқының дәстүрлі дүние танымы қандай? Қазақ халқының рухани адамгершілік құндылықтарын қандай салт дәстүрлер арқылы анықтауға болады? Қазіргі кезеңде неліктен қазақ халқының рухани жаңғыруы өзекті мәселе болып отыр? Қазақ халқының көшпелілік өркениеті мен онымен байланысты мәдениеттің тамыры өте ежелгі замандарда жатыр. Мысалы, Ботай археологиялық мәдениеті мен қазақтардың жылқы шаруашылығы мен жылқыға табыну дәстүрі келген болатын. Оны мына жердегі суреттен байқасаңыздар болады. Ерте көшпелілерге тән әскери демократия түркі құрылтайларына айналды. Материалдық мәдениеттегі сабақтастық шаруашылық жүргізудің көшпелі түрінен, сондай-ақ тұрмыс, киім, ыдыс-аяқ, әшекейлер, қару-жарақ тағы басқалардан көрініс табады. Мысалы, қалыңдықтың бас киімі Сақ Тиграхауданың бас киіміне ұқсаған болатын. Діл, менталитет этностың мәдени ерекшелігінің бірі болып табылады. Көшпелілер ділі ұлы даланың табиғатымен және қозғалыста болу қажеттілігімен байланысты. Далалық қатаң жағдайларда өмір сүру қазақтарды тәні мен рухани жағынан төзімді етті. Сонымен қатар оларды апатпен күресуге, табиғатпен үйлесімді өмір сүруге және оны қорғауға үйреткен болатын. Қазақтардың рухани және өнегелік құндылықтары олардың діні мен салтынан, әдет ғұрыптарынан тұратын мәдени дәстүрінде бекітілген. Қазіргі кезде қазақтар мұсылмандар, яғни исламды ұстанушылар болып табылады. Ұлы дала мен орталық Азияда ислам пайда болғанға дейін манихейлік, зороастризм, буддизм, христиандық пен бақсылық өмір сүріп келді. Алайда түркілердің басты діні тәңірге табынушылық, тәңіршілдік, яғни көк тәңіріне табыну. Тәңірге табынушылардың түсінігі бойынша ғалам жоғарғы, орта, төменгі әлем болып бөлінеді. Қазақтардағы ислам өзіне тән бір қатар белгілерге ие болды. Біріншіден, далада ханафилік мазхабы, яғни бұл исламдағы негізгі екі бағыттың бірі. Екіншіден, исламның далада таралуы жүрді. Сопылықтың көрнекті өкілі Қожа Ахмет Яссауи болып табылады. Енді балалар, осы айтылған мәліметтерге байланысты тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырмамыз сәйкестендіру кестесін орындау. Бірінші бағанда Ботай археологиялық ескерткіштері, этностың рухани мәдениеті, діл, ұлы дала мен орталық Азияда ислам пайда болғанға дейінгі діндер, сопылықтың көрнекті өкілі, исламдағы негізгі екі бағыттың бірі деген сұрақтар бар. Екінші бағанағында ханафи мазхабы, менталитет, қандай да бір этносқа тән білімдер мен дүниетанымдық идеялар жүйесі, Қожа Ахмет Яссауи, манихейлік, зороастризм, буддизм, христиандық. Бұл мәдениеттің өмір сүру уақыты біздің ғасырға дейінгі 4-5 ғасырларда өтті. Зерттеулердің тарихи маңызы жылқыны алғаш қолға үйретудің жер жүзінде ең басты орталық Қазақстан болып саналуына деген сөйлемдер келген. Осы екі бағандағы сөйлемдерді біз сәйкестендіруіміз қажет. Келесі екінші тапсырмада сіздерге берілген жоғарыдағы мәлімет бойынша Қазақстандағы исламның өзіне тән екі белгісін екі бағанға сәйкестендіріп жазуымыз қажет. Осы берілген мәліметтер бойынша жаңағы екі тапсырманы орындай отырып, балалар кері байланыс жасап көрейік өзімізге. Мен көңілдімін, көптеген жаңа ақпараттармен таныстым.
Мен көңілсізбін, ақпарат өте көп болды. Маған меңгеру қиын болды. Менің ойымша балалар, біз көңілді болуымыз керек. Себебі біз жаңа ақпараттармен танысып отырмыз. Үйге тапсырма. Бірінші А дерегі бойынша балалар дерек көздерін және білімдеріңді қолданып, қазақ халқының дүниетанымы, ұлттық тілінің сақталуының қазіргі кезеңдегі маңызын түсіндіреміз. Бұл жерде Мұханованың, Әлжанованың қазақтың философиялық дүниетанымының қалыптасуы деген дерек көзі бойынша тапсырманы орындаймыз. Келесі В дерек көзі. Бұл дерек көзді және білімдеріңізді қолданып, қазіргі заманда қазақ халқының рухани адамгершілік құндылықтарын, салт дәстүрлерін не үшін жаңғырту қажеттігін түсіндіруіміз керек. Бұл дерек Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тарих толқынында еңбегінен алынған. Келесі С дерек көзі. Бұл Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру еңбегінен алынды. Бұл дерек көзден сіз таныса отырып, ойыңызды дәйектеп, ой толғаныс жазуыңыз керек. Дерек көздерге байланысты дескрипторлар. Деректерді оқып және біліміңізді қолданып, рухани құндылықтардың маңызын түсіндіріп, фактілер келтіру керек. Деректерді оқып және білімдеріңді қолданып, рухани құндылықтарды сақтаудың қажеттілігін негіздейтін бірнеше дәйектер келтіру қажет. Ұсынылған пікірді жақтау, не жақтамау себептерін түсіндіретін дәйектер келтіріп, ой толғаныс жазамыз.